40 күн бойы шынайы өмірден оқшаланып, кино әлемінде өмір сүрген Дулыға Ақмолда Берік Айтжанов, Сануржан Сүлейменов, Адина Бажан су жаңа туындының тұсауын кесті. Сұраныстағы актерлар бас қосқан лента «Зере» деп аталады. Ал бұл фильм Бразилиядағы 45-ші Сан-Паулу кинофестивалінде көрсетілген. Но обдирать так семью я не позволю даже родственникам. Я его брат. Я что-нибудь придумаю. Осыдан 2 жыл бұрын таспаланған лента драма жанрында. Авторлық туынды бір айдан аса уақыт Жамбыл облысының адам қоныстанбаған елсіз мекенінде теңіз жағасында түсірілген. Қарап тұрсаңыздар, мынау алқа бүгінгі фильмнің дресс-коды, себебі туындыны Тараз қаласында жеке островта түсірген. Яғни бұл алқа арқылы актерлік құрам, команда сол кезді еске алып, қонақтарды да сол атмосфераға енуге бір көмегін тигізеді. Зеренің образын сомдайтын актриса Адина Бажан. Көргенме қуаныштымын, премьера құтты болсын. Рахмет. Туындыға қалай тап болдыңыз? Был кастинг, и, насколько я знаю, мне рассказывали, кастинг шел очень долго. В принципе, когда я узнала, что мы поедем жить на остров 40 дней с проживанием, меня даже это порадовало, позабавило, потому что это какой-то челлендж. Осы фильмге түспес бұрын сізде басқа да жобалар болған екен, сол үшін солардан бас тартуға тура келген екен. Өкінбейсіз бе? Все произошло очень удачно, с Богом отпустили, то есть все было просто отлично, поэтому ни о чем не жалею. Я поверил. Деньги, Сара. Мне нужны мои деньги. Драма «Зере» есімді жас қыздың бастан кешкен хикаясы жайында. Онда анасы қызды еркенен тыс шалға тұрмысқа бермек болады. Ал Зере барынша қарсы болады, себебі оның өзінің ғашығы бар. Ал актрисаның ғашығын актер Сануржан Сүлейменов сомдайды. Сануржан дәл қазір менің артымда тұрып, біз күтіп, ол кісіден де сұхбат алатын боламыз. Сені премьераларда жиі көретін болдым, Қазақстан кино нарығын жаулап алған сияқтысың ғой. Осы жылы әдемі келе жатыр, бір кино көрістік премьерасында. Қазір екінші кино, Құдай қаласа, үшінші кино күзде болады. Содан кейін біздің айтып өткендей түріктің сериалы болады осы жылдың соңында. Осы жылға түк істемесем болады негізі. Түріктің сериалы туралы айта кетсең? Нақты бізге қалай келетін белгісіз, өйткені ТРТ Digital деген Netflix сияқты платформа жасайын деп жатыр. Түріктер өздеріне соған жасап шығарады жылдың соңына қарай. Түсірілім барысында 40 күн бойы тіпті интернетсіз бір островқа, жеке бір басқа әлемге барыпсыңдар. Қандай сезім болды, қиын болмады ма? Жақсы экспириенс болды. Өзімді сынаған жақсы көрем. Сол жағынан, өнер жағынан өзімді сынадым. Өзіме қарадым, қазір кило жинап алдым. Қанша салмақ кетірдім сол кезде бір 5 килограммдай болды. Күніне бір 5 жұмыртқа жеп. Актерлық қауымға кейіпкерлерінің өмірін барынша сездіруге тырысқан режиссер Дәурен Қамшыбаев. Киногер үшін бұл алғашқы толықметрлі жобаларының бірі, әрі авторлық туындысы. Дәурен, драманы сіздің жеке авторлық туындыңыз деп айта аламыз ба? Ну, мне очень нравится этот жанр. Мне нравятся вообще инструменты, которые представляют собой драма. Фильм шынайы оқиғаға негізделген ба? Я бы сказал, он вдохновлен реальными событиями, потому что это практически реальная история. Айтады, авторлық туындының бюджеті үлкен болады дейді. Сіздерде қалай болды? Возьмите обычный казахстанский бюджет на обычную казахстанскую комедию, поделите на 10. Счастье – это отсутствие несчастья. Правда, что, по-твоему? Квадрат какой-то. Туындыда сондай-ақ Дулыға Ақмолда Мұрат Бейсенбий және Елжас Рахимда бой көрсетеді. Арман, когда ангелы спят фильмі арқылы танылған актер Елжас Рахим лентаға кейіпкер ғана емес, продюсерлік еткен жандардың бірі. Скажу так, кратко. Ехал на встречу, думал, сценарий прочитаю половину, открыл сценарий и забыл про встречу. То есть до такой степени он был интересный. Помимо актерской, я был еще как сопродюсер. «Зере» фильмі Бразилиядағы Сан-Паулу кинофестиваліне қатысты, сол жерде көрсетілді, жүлдеге ие болды ма? Помимо Сан-Паулу был Мюнхен и было что-то еще. О призах не могу сказать, к сожалению. Может быть, я что-то не доглядел, может быть, что-то есть. «Зере» фильмі әлі де талай кинофестивальдерге қатысатыны сөзсіз, ал біз өз тарапымыздан түрлі жүлделерге ие болуына тілекшіміз. Ал сіз көрермен келіп, үлкен экрандардан тамашалай аласыздар. Ты его убила? Я тебя венчать буду. Это будет другое море. И совсем другая жизнь.